Барлықтарыңа салам достар, сіздермен бірге мен Мико. Достар, тақырыптан көріп тұрғандарыңыздай Зима келді, Плейкрашаға. Ода не қосты барлығын айтатын боламын, бірақ ол видеоның соңғы жағына қарай. Сол үшін видеоны до конца қара, ал мен видеоны көп созбай бастаймын. Алдында мен долг алған бір баладан 10 лям, соны бүгін қайтару керек болды. Мен барлық автопаркімді сатып жатырмын, сол долгты қайтару үшін. Ал мына BMW E34-ті 1.200.000-ға саттым. Плюс 1.200.000 барлығын сатып, сол 10 миллионды шығару керек. Әлі маған 9 лям жетпейді, бұны да саттым. Календардан келген машинаны да селкар деп госқа слит етіп жатырмын. Ақша керек болған соң барлығын сет екенсін. Осы Skyline'да мен қысқа деп сохранить етіп жүрген едім. Ақша керек болған соң барлығын істеп жатырмын. Өйткені ол долгты қайтармасам қарыз болып қалады. Сол үшін қайтару керек. Өзі сеніп маған берді, мен де оған сеніп уәдесіне тұруым керекпін. Осы Skyline'ды сатсам уже мен долгты қайтарамын. Осы Skyline'ды 1,5 миллионға саттым. Долгты ол балаға бердім. Ойынға кіріп қалсам, осы 3 бала подписчигің, мен сені бағана бері күтіп тұрмын дейді. Содан кейін Фамаға қосшы деді. Мен Фамаға қостым. Бір қарасам Venom деген трейд жіберді. Қабылдасам 117.000 беріп жатыр. Көп рахмет осылай қолдап жатқандарыңа. Тағы да қасында тұрған Бека деген бала маған осындай артта тұрған қызыл BMW-ны беріп жатыр. Без доплатамен маған берді. Тағы да жаңағы Venom деген бала маған скин беріп жатыр, дәл осындай. Оған да көп рахмет. Балдар жиналып қалыпты. Солармен қазір бір вышкаға барамыз деп келістік. Осылай 2 машинаға отырып жолға шықтық. Міне уже барлық балаға доступ бердім. Менде чат жазылмай жатыр. Өкінбейміз. Енді қайттап баратырық. Сол составпен енді бұл вышканы аламыз деген ойдамын. Уже келдік міне. BMW E34, но Venom деген баланыкі. Келдік міне. Очко тек қана бізде ғана. Очко жинап, барлығын жинап, осы вышканы алып кетсек, топ 3-ке қарай ұмтыла береміз. Сол үшін қазір менен доступ сұрап жатыр. Бір бала выйди доступ, доступ бронға береміз. 277, өтір қоямыз да, 5 деп береміз. 5 бронға доступ бердік. Енді мен бәлі жизнь ішіне кетті. Қазір қайтап брон алып аламыз. Фамсклад. Мына неге осылай фамсклад деген кезде дұрыс жазылмайды. Керек кезде осы біз аламыз осыны. Брон алдық, все назад дейміз. Енді мына жақтан, шет жақтардан адамдар келіп жатыр дейді. Все, бұл біздікі сияқты. Чатқа арзы вышка деп жатырық. Енді бұл біздікі болады. Территория шықпаңдар деп жазамыз. Тағы да, мен адамдар келді. Давай. Ат. Біреулер травашпен атып жатыр. Балалар Мико деп жатыр. Не деп жатыр? Атпа деп жатыр. Мен танитын адам сияқты ғой. Атпа деп жаза бердік. Қазір ешкім атпайтын сияқты. Все. Атпа деп жатырмын. Келді. Очко деді. Не деп кетті ол? Очко деген не ол? Уже осы вышка біздікі болады деген ойдам. 2 минут 30 секунд қалды. Мін жүгіле келді. Қазір осыларды өлтіреміз. Бұл жүгілейдің фамалары ебайды. Сол үшін қазір бұлар стрелок болуы мүмкін. 2 адаммен келсе де стрелоктар айырып кетеді любой адамды. Мін мына жақтан атып тұр екен. Анау көк жүгілейді осы видео көрмей қалдым. Енді қазір осы жерден көріп, соларды ататын болдым. Міне уже бір адамды көріп қалдым. Тық етіп ата береміз. Қазір бұл адамдарды өлтіреміз. Мені атып атырмын ба? Ешкім атып атқан жоқ. Менің адамдар өлтіріп жатыр. Менің адамдарымда территориядан шығып кеткен Venom. Бля, малма. Атып жатыр. Қазір осы кезде маған доступ берші деп айқайлап жатыр. Мен осы кезде өзіме оружие алып алдым. Desert Deagle. Осы кезде мен өзіме 100 оружие алып алдым. Өйткені қазір бітіп қалса, әр адамды өлтіре алмай қаламыз. Сосын мыналарды
разрешение бер деп заебал шығарып отыр. Қазір мыналарда өліп қалатын сияқтымыз. 3 адаммен келген еще стрелоктарға деймін. Бля, өліп қалдым осы да. Еще бәрі бір мәнісі болады. Сол үшін сен Брянск серверіне келді, менің фамама кір Мико деген промокодты теруді ұмытпа. Қазір маған глава зам ақша беріп жатыр. 200 мың неше болады, барлығы бір қалыппен дамыта береміз. Қазірше автопарк жоқ, 2 ақ машина бар. Қазір бұның да қолын алып қоямыз. Все. Тағы да маған ақша беріп жатыр. 300 мың. Шторм, саған көп рахмет. Қазір мен стандартный кейс ашайын деп жатырмын. Бірақ штугым бар, ол иженсік кейстен алынған. Енді қазір открыть подтвердить дейміз. Бізге, яғни машина BMW M3 түсті, оны расплатить етіп жіберемін. Қазір иженсік кейс аштым, одан маған ақша түсті. 8000 рублей. Ебайт, обнова болды. Осындай Брянскта 0 адам кірген кезде дәл осылай істейді. Отключение события. Короче, мен өзім ютуберім деп кіріп алдым. Міне барлығы көріп тұрғандарыңыздай осылай қар жауады, барлығы бар. Яғни күшті дейміз. Қазір дрифт қосқан ба көрейік. Тым қоспаған дрифтті алдағы уақытта қосамын деді Блогерсенің кәдімгі телеграм каналында. Сол үшін жаза бермеңдер деді. Міне пришла зима деп бастым. Мені осындай настройкаға кіргізеді. Мені оң жақта зимная карта деп тұр. Соны ғана қосқан. Болды. Оны өшіріп тастаймыз. Вернуть семя. Все. Содан кейін осындай банк 24/7. Короче, барлық зданияның ішіне кірген кезде осындай яркий светке қойып қойған. Содан кейін мен осындай кейс бомжа ашайын деп жатырмын. Подтвердить. Маған ақша түсті. Уже зиманың сыртқы келбетін көрсетіп жатырмын сіздерге. Уже барлығы кіріп қойған серверлерге. Осы видеоны көріп отырсаң лайк подписка бас қой. Осы менің Брянск, яғни 66 серверге келіп, менің Мико деген промокодымды терсеңдер 12 сағатқа VIP голд береді. Ол VIP голдпен сендер бір күннің ішінде 5 или 4 уровень болып аласыңдар. Содан кейін 4 уровень болған кезде менің Алаш Empire деген фамама кіресіңдер. Ол жақта мен өзім стрелок іздеп жүрмін. Оларға 3-ші ранг доступ беріп қоямын. Сол үшін сен сол серверге келіп, менің номеріме звонда 247-237. Міне фамадағы Дулат деген бала маған осы мод беріп жатыр. Осы зазбен қазір обмен жасап без доплата істейміз. Все. Қазір бұл модонды алдық. Қазір хай деп қолын алып қоямыз. Машет рукой болып қалды. Осымен видео аяқталды. Видеоны аса достарыңа жіберіп, лайк, комментарий жазып кет. Осы видеоны до конца қарасаң саған рахмет. Келесі видеоға мен 30 лайк болғанда шығаратын боламын.